Сол кезде маған көлік сыйлаған болатын. Аш ұстау керек екен. Мен болсам жобаларды ала салып, оларға үй жасап қоятынмын. Өздері сұрады, сол үшін ойнатып айтсам, екінші ретте ойнатпас едім. Мені өзбек дейді ғой, менде ондай бойымда қасиет жоқ, қазақ болсам да, бірақ бір кішкене өзбекше вариант. Армысыздар, достар, Адырна порталының сұхбат жобасы керек кісі деген. Осы жаңа біздің жобамызға қош келдіңіздер және біздің оқырмандарымыздың, көрермендеріміздің санын көбейтесіз деген үміттеміз. Бізге жазылыңыздар және қоңырауды басудан ұмытпаңыздар. Бүгін менде қонақта Сиви Махмуди. Өте қуаныштымын. Сиви, енді бір қазақта сөз бар ғой, өзіміз отырып шай ішейік дейді. Енді Сивиді көптен танимын. Сиви, мен журналист емеспін. Мен сенің әріптесіңмін, әпкемін, құрбыңмын, жанашырыңмын. Біз доспыз, араласамыз, Құдайға шүкір. Енді осы сұхбатқа алғы адамдардың бір қып сені шақырғымыз келген. Рахмет үлкен, алғысын білдіремін. Өйткені бұл енді жаңадан ашылған жоба. Керек кісі деген атын осылай біз... Өте әдемі тақырып екен. Бір естігеннен құлағым еленете қалды, өзгеше керек кесі. Өзіңі қалай ойлайсың? Керексің бе? Кімге керексің? Елге керексің бе? Өзің, мен ойлаймын, таңертең таң атқанда әр адам өзін бір сезіммен оянады. Қандай сезіммен оянасың? Оянғанда қандай мен керекпін, елге керекпін, тағы кімге керексің? Ең бастысы мен ата-анама керекпін, балапандарыма керекпін, сол үмітпен өмір сүреміз және керек екенімізді білеміз, Аллаға шүкір. Ояна салып, сол бірінші ата-анам, балапандарым үшін керек екенімді білем. Әрине кейін халқым үшін. Ең соңғы рет жолдасыңды қалай таңғалдырдың? Ең соңғы рет? Осы жақын арада. Ойлану керек деп. Аяқ асты келмей қалады ғой. Аяқ асты келмей қалады. Ол сені қалай таңғалдырды? Деп бір. Әрине, Сиви Махмудиді таңғалдыру өте қиын шығар, достар. Бірақ сонда да. Әрине, жолдасымен де Аллаға шүкір таңғалдыруға тырысып жатады. Оны халықтай қояды, туған күніме мұн бірнеше гүл деген сияқты ұйқыдан тұрсам бір көлік сыйлап қояды. Осы жолы да осы жарты жыл алдын бір ұрысып қалғанымыз болатын, енді отбасы болғаннан кейін аяқ сындырамай болмай, сол кезде қатты мен ренжіп қалдым. Сол кезде маған көлік сыйлаған болатын. Үндемей өзім ұнатып жүрген, бірақ алып бермеймін деп жүрген көлікті әкеп қойды, сыйлық ретінде. Оны көргеннен кейін жуылмай тарап жуып кетеді. Кешіре салдым. Әйелдер сыйлықты жақсы көреді ғой? Жақсы көреді. Ол кісі де біледі. Мен ылғи да осы тағы да таңғалдырған жайттардың бірі. Енді отбасы болмай тұрып көп гүл сыйлайтын, кейін отбасы болғаннан кейін гүл сыйламай кетті да, гүл шоқтарын. Сосын мен ренжитін күнде. Мына енді үйленіп алып гүл сыйламайсың деп сөйтсем, сол айта бергеннен кейін бір жылдан кейін ұйқыдан тұрсам, мен далаға алып шығып келатыр, көзімді байлап мен айтам, не болды деп көзімді ашып қалсам, двордың бәрі гүлді. Мен айтам, неге сонша гүл ысырап қой деп ренжіп жатырмын ғой еще. Әйелдер сондай. Мен айтам, ысырап қой, қайтып алып кетесің бе, мынау маған қалама, саған қалады, сен ғой күнде сұраған осы гүлді дейді да маған. Миымды аштып гүл басаған сұрап өткен күндердің бәріне гүл деп. Әйелдерге жағу қиын ғой, арасында әйтеуір біз әйел адам болғаннан кейін еркеленеміз, құбылмалы боламыз. Дұрыс айтасың. Мінез көрсетуіміз керек. Біз мінезсіз болсақ, еркек адамға қызықсыз боламыз. Сол үшін бір күні мен кішкене мінезімді көрсем, бір күні биязымын, бір күні мынандаймын. Әр кезде әртүрлі болғанымды өзім қалаймын және ол мінезім жолдасыма да ұнайтынын мен білемін. Мен күнде бүйтіп майысып, мінезімді көрсетпей жүре берсем, мен ол да болмайды. Ол да болмайды. Күнде қызықты, неше түрлі ұлымалы ауыр сияқты дүниелер болып тұру керек отбасында. Продюсер ретінде біраз осы қазақ өнерінің дамуына, эстрадасының дамуына үлес қостың деп ойлаймын. Енді ең соңғы жобаларының бірі Жанар туралы айтпау мүмкін емес, өйткені біздің көрермендер күтеді. Оны Жанар біз бір қазақ халқына бір жағымды, сүйкімді бір кейіпкер болды деп мен өз басым солай ойлаймын.
осы жанардан кейін жоқ біраз әңгіме айтылды. Дәл Иә, қазір осы бағдарламаға дайындалып жатқанда мен ютубта жанарға қатысты бағдарламаларды қарап, комментарийді оқығанда сені боқтаған, даттаған, жамандаған, жаңағы шынын айтсам уын шашқан адамдар да болды, аз емес деп айтайын. Аяғыңды тартасың ба енді? қай жағынан? Сабақ болды ма саған? Енді саған жаңағы продюсер болу дегені осы жанарға дейін мен ойлаймын, саған продюсерлік жұмыс саған қиындық артқан жоқ деп ойлаймын. Саған жеңіл сияқты көрінді, иә? Өйткені сенде қандай бір белгілі Саламатты болды, үш жігіттен құралған. бойсбенд болды. Айдарбек Рысбекпен жұмыс жасадым. Иә, жігіттермен жұмыс жасағанда барлығы өте, мен ойлаймын, жеңіл жүрген сияқты. Жоқ, жеңіл емес негізі, енді оны халық білмегеннен кейін енді өзіміздің кухнямыз ғой, сол үшін әсіресе қаншама жастарға көмектестім, бірақ ішінде Саламат тобына қатты жүрегім ауырды, көңілім ауырды. Кеткен уақытым, қаржым, себебі ол кезде ақшаның құнын, уақытын, бәрін құнын бағаламасақ, жас болдық ғой қазір, сол кеткен уақытыма, қаржыма бәріне ішім күйеді, себебі ысырап дүние жоқ. Әрбір нанның қадірін білу керек, құнын білу керек, оны ауаға былай шаша салу. Сұрауы бар. Сол үшін ол кезде мен түсінбеппін, мен ойладым, қайтпаса да Аллахтың разылығы үшін, әйтеуір Алладан қайтады деп. Негізі олай жасауға болмайды екен. Ол уақытта қайтып келмейді, еңбегінде бағаланбайды, не дегенмен көңілің жаралы қалады. Сол үшін сол Саламат тобынан жалпы басталған менде көңілім қалғаны да, өткен ол жобаға көптеген ақша қойдым, 1 жылдық шығармашылық кеш, қаншама жұлдыздармен дуэт жазды. Сосын жеке альбомы шықты, қаншама бейнебаян, енді біраз жұмыс жасалғаннан кейін жігіттер түсінбей кетіп жатты да енді. Сол кезде маған көптеген кісілер ұнаған, сен ондай жобаларды циркте ұстағандай қаталда ұстауың керексің, сен қатты қолың ашық, бүкіл жағдайын жасап қойғаннан кейін қалай жұмыс жасайды, олардың қарны тоқ болса деп. Ол кезде ол сөздің қадірін де несін де білмеппіз, енді жас болдым ғой, өзім 25, небәрі сондай жаста болдым. Сөйтсем шынымен де аш ұстау керек екен. Мен болсам жобаларды ала салып, оларға үй жасап қоятынмын, өздерінің квартирасы, көлігі, тамағы, киімі, бәрі дайын. Сосын ол нәрсені көтере алмаймын. Қазір мен жұмыс жасасам басқаша жасайтын едім. Енді әр нәрсе өзінің несімен келеді, опытпен дейді ғой, уақытпен. Оған да шүкір деймін, бір жағынан енді әрбір өткен күніме өкінбеймін. Мүмкін өзінде бір несін тигізген шығар. Жанармен жұмыс жасағанда. Жанардан кейін өкініш пайда болды. Ол халықты маған тиіскен тарапынан емес, болмаса басқа емес, тек жанарды жоғалтып алғаннан. Сол жанарға қатысты енді тек қана қатты көңілім ауырғаны, маған қатты тигені, жанардың өмірден өткені. Себебі мен ол адамға бауыр бастым, жігіттермен жұмыс жасаған бөлек болды, ал қыз баламен бірінші рет жасадым деп айтса болады, былай жалғыз жобалардан. Сосын жанарды мен ол өзін жалғыз сезінгеннен кейін, мен де үйдің жалғыз қызы болғаннан кейін, оны өзіме келе салып жақын тарттым. Ол да үйінде жалғыз қыз болғанда енді жалғыз сезініп жүрді өзін. Сол үшін келе салып екеуміз тез бауыр басып, бір үйде өмір сүріп, мен де оған айтып, давай сен маған жоба сияқты емес, бір сіңірімдей бол деп. Арамыз бір жас құрдас болдық, әңгімеміз жарасып кетті. Сол үшін жанар өмірден өткеннен кейін маған ол бір, қалай айтса болады, бір продюсерлік жұмыс ретінде, бір проект ретінде олай тиген жоқ маған. Бауырымнан айырылғандай болдым. Мұны Құдай Алла куә, енді кеше ғана да караокеға бардық. Караокеда құрбылармен отырып, сол ана өлең айтып қалса, жүрегіме бүгінгі таңға дейін қатты тиеді, сағынам. Себебі енді әрбір нәрсе маған біраз уақыт өткізгеннен кейін ауыр тиеді. Кәдімгідей бір бауырымнан айырылып қалғандай болдым да. Және ол жағдайдан кейін уже бүгінгі таңға дейін бір жарты жылдай уақыт өтті. Мүмкін басқалар үшін ұмытылып кеткен шығар, мен үшін әлі толықтай есімді жиналамай жатырмын. Себебі енді тағы да сол сұрақты жалғастырсам, продюсер болуға осындай жаңағы Жанар марқұм сияқты бір білмеймін, бір жаңағы біраз биографиясы бар адамның продюсер болуға дайынсың ба? Әлде қазір сен осы оқиғадан сабақ алып, енді
қоя тұрайын деп аяғыңды тартып отырсың ба? Иә, Дәл осы жалпы. сияқты бір жағдай сенен біреу қол ұшын сұрап, қол ұшын созып саған келсе, Жанар Иә, сияқты. Жанардан кейін жалпы көп адамдар жасты, танымалы бар, танымалы емесі бар. Біз де сондай күйзелісте жүрміз, талантымыз, көмектесіңіз деп. Бірақ Жанардан кейін мен мүлдем продюсерлікпен айналыспаймын деп шештім. Мен үшін үлкен сабақ болды осы. Қаншама оған дейін жоба болды, бірақ ондай қатты не істемейтінмін. Сонда да болмаймын деп болып қоятынмын продюсер енді. Тартып тұрады ғой. Қазір енді CV Иә, күрделі мен қазір жоқ деп жүрмін енді тек өзіме. қана әнші, Иә, әнші, актриса, иә. ана, жұбай, қыз және керек кісі. Иә. Дұрыс айтасыз. Енді айтпауыма болмайды. Біз жақын арада Ақбота Керімбекова Сири Махмуди әнші емес. Иә. Енді кейде бәлкім мен өзім өнер адам ретінде, мен туралы да көп адамдар жаңағы хиті да жоқ, ештеңесі жоқ деген неше түрлі сөздер болды бір кезеңде. Сол сияқты мен ойлаймын кейде адамға орыстар взбучка дейді. Тоқпен ұрғандай. Бір жүресің ғой деп керек сияқты дейсіз ба? Тойып, керемет деп жүресің ғой, бір кезде біреу келіп тоқпен еткіп түсіргенде сенде басқаша бір жұмыс істеу да өзгереді, жаңағы көзқарас та өзгереді, бәлкім жаңағы білмеймін енді. Не өзгерді? Ақбота Керімбекова осы сөзді айтпай тұрып және айтқаннан кейін сенің жан дүниеңде, творчествоңда жаңа тағы да ата-анаң бұны енді біз қазақпыз бір-бірімізді ойбай ана Махмуттың қызына ана Ақбота Керімбекова әнші емес деп. Жалпы ешнәрсе өзгерген жоқ, бірақ енді әрине ата-анам мен де енді кішкене таң қалдық, себебі ол кісімен жақын араластық, сізбен араласқандай. Бүкіл тойына бардық, үшінші тұрмысқа шыққанда да, балалардың тойына да барамыз, баласы үйленгенде жақында. Мен де тойымнан қалмайды, бетімізге күліп қарап, әпке сіңіл ретінде енді бір-бірімізге жанымыз қалмай қызмет жасап жүрген кезде әрине таң қалдық. Сол хабар шыққан кезде жалпы мен жайлы интервью как раз сол күні үйімде отырдым, және Ақбота әпкем мені ұзатқан тойымда. Мені ұзатып өзі. Сол мен орындап жүрген қазір әнмен мен қазақтың қызына қайран қалам деген қызбен мені 8 жыл алдын өз қолынан ұзатылдым. Сол кісіні енді жақсы көрген, сол үшін бізге әрине ол нәрсе кішкене жүрекке тиді ғой. Таңсық дей ма? Кішкене жүрекке тиді дейді. Жүрекке тигеннен бұрын таң қалып қалдық былай. Біз жалпы енді ренжімейтін адамыз, ондай жүрекке еш нәрсе қатты қабылдамайтын, бірақ қаншама енді тек дәулеттен шыққаннан кейін ата-анам бәріміз ақ пен қараны бәрін ажырата аламыз. Былай айтқанда да көзіміз ашық жандар болғаннан кейін өмірімізде бұндай дүниені әлі көрмеппіз. Бірінші рет болғаннан кейін бәріміз толда отырып, чай ішіп отырып, ананы көрген кезде бәрі андай бір түсініксіз, андай қалай үнсіздікте бір 5-10 минут отырып қалдық. Ата-анам да жасымыз енді 60-ға келіп қалды, қанша өмір сүріп бұндай адамдар бола ма деген сияқты да, енді қалай деген сұрақ болды да бізде. Тек ешқандай өкпе жоқ. Айта берсін мейлі, енді кім-кімді айтпай жатыр, мысалы мен ренжімеймін, әнші дей ма, әнші емес дей ма, ешқандай өкпем жоқ ол тарапынан. Тек жалғыз таңғалу адамы ретінде бірге араласып жүріп, бір-бірімізге қызмет жасап, ондай да енді қалай айтса болады, бір өзіңіз түсініп жатқан шығарсыз. Таңғалу жағдай болды. В шоковом состоянии были немного. Тағы да сұрағымды тереңірек. Сол жалпы енді өзгеріс жаңағы тоқпен ұрғандай болды, иә. Әсер еткеннен кейін енді адам бір жаңағы одан сайын бір білмеймін, мен өзім маған солай айтса, Түсіпбаева әнші емес, биші емес, күйші емес, нөл десе, мен ондай сөздерден шабыттанаймын, шабыт аламын. Әрине шабыттандым, шыны керек, мен ренжіген жоқпын, қуандым. Себебі кезінде Ақбота әпке мысалы қаншама өнер саласында жүр, енді мен кішкентай кезімде Ақбота әпке болашақта мен әңгіме қылып, осы әнші емес деп әңгіме қылады деп ойламаппын. Сол үшін сол мен әңгіме қылған өзін мен үшін бір
қалай айтса болады, бір өнеріме бір шабыт береді да. Мен әңгіме қылғаны өзі мен өмірде өнерде бір бар екенімді, бір нәтижеге жеткенімді ол білдіртеді да. Сол үшін маған бір шабыт береді. Және кімді әнші емес деп айтпай жатыр. Димашты, Қайратты салыстырып жатқан кезде, олардың ортасында мені айтқан кезде ол ешқандай өкпе жоқ. Жер мен көк дегенде ол неше түрлі әңгімелер болып жатыр ғой. Сол үшін менде ешқандай өкпе жоқ. Әңгіме қылған өзіне ризамын. Тек енді араластырып, сіз енді сөйтіп айтып қойсаңыз, сіз айтпайсыз, мен оны білемін. Сіз тік адамсыз. Сіз айтсаңыз да мен бетіме айтасыз. Иә. Себебі мынауың дұрыс емес, былай айт, былай жаса, былай киінбе деген сияқты сол мінезіңіз ұнайды. Ал ол кішкене ол кісінікі Тығырықтан келіп, тығырықтан бір желкеден сал. мені өзбек дейді ғой, менде ондай бойымда қасиет жоқ, қазақ болсам да, бірақ бір кішкене өзбекше вариант болды да, бетке күліп, сыртқа сондай әңгіме жасаған. Құдайдың өзі кешірсін. Мен саған осыны айтпайын деп отыр едім. Бірақ өзің айттың. Соған осы өзбек. Мен жалпы мені өзбек дейді. Өзбек деп айтады. Соны осыны түсіндіріп жіберші, неге? Енді жалпы кішкентайымнан өзбек кинода, Өзбекстанда біраз өнер көрсеттім, кейін атымда түрткі болды, енді түрімде түрткі болды. Сибетті деген бірақ өзбектің аты емес. Енді Сиби қысқаша келеді ғой, Сивинч, Сивил деген соған ойлаған шығар, енді толық атымды білмейді Сибетті екені. Сол үшін көбісі өзбек деп жатты. Жалпы мен өнерде жүріп, бірақ ешқашан өзбекше бір вариант жасамаппын. Мінез құлқымды көрсетпеппін. Тек қана мәрттігімді, нағыз қазақи қарапайымдылығымды, мәрттігімді, нағыз қайсар, қазақтың қайсар қызын ретінде өзімді түріммен, атым, түрім, басқа жағым енді мүмкін стилім келіспегенімен мен таза мінезім, патриоттығым, қанша орыс мектепті бітірсем де 11 жыл бойы оқып, орыс достарым болса да мен көбінесе қазақша сөйлеймін және өз тілімді құрметтеп, өз немді құрметтеп, мәрттігім көрсетіп, осындай қазақтың қайсар қызы ретінде танылып жүрмін. Ешкімді әңгіме қылмаймын, тек қана тиіскенді ғана қозғау мүмкін, мен тиіспесе ешкімді тиіспейтін адаммын. Сол үшін, сол. Мен білемін, сен лотерея ойнаттың, машина болды, иә? Мен бір емес, екінші рет ойнатып жатырмын. Екінші ойыным осы 1-2 күнде өтеді. Бірінші ойыным жоғары деңгейде өтті. Мен білдім, осындай әңгіме сөз болмасын деп, керісінше өз қалтамнан шығарып, көбісі ойлайтын шығар, билет көп өтіп кетеді, себебі қырғын бизнес жасап жатыр деп. Жоқ, себебі конкуренция көп, ойнатып жатқандар 2000 билетін өзін зорға сататын кездер болады. Мен бұны жасайтын себебім халыққа әйтеуір септігім тисін және сатылмай тұрған құрбымның машиналарын сатып беремін. Енді сондай да, екі тарапқа көмектесу. Құрбыларым, мысалы қазір ойнап жатқан 2 көлік, ол мен құрбымның көліктері. Құрбым бай екен ғой өзі? Иә, сол сатамай ағыды. Сатауға бола ма екен? Білмеймін ғой. Баспа, мына жерде қанша көрермен отыр? Сатқаннан кейін сатат шығар. Ойнатып, отқаннан кейін, ойнатып болғаннан кейін. Сол үшін 2 тарапқа көмектесу. Бірінші ойын жоғары деңгейде өтті. Ешқандай адам халық жинамайды негізі. Мен болсам мұндаған халық жинап өзім ресторанымда және беспроигрышный ойын қылып ұтпай қалған жағдайда менің шығармашылық кешім куәсі болды. Шубату сыйлыққа французский Дубай иіссуларын алып жатты. Одан бөлек қаншама бағалы сыйлықтар. Сол үшін халықпен ақылдасып, қалай алайын, сіз аласыз ба, мен алам ба деп солай прозрачно, таза жоғары деңгейде өтті. Мен ойының бәрі сондай. Қарақат нәскелерді, шұлықтарды 5000 теңгеге сатып жатыр. Мен оны өзім жақын арада бір жобада бірге кездесіп, сол жерде қарақаттың шұлықтарды сатып лотерея ойнап жатқанын өз көзіммен көрдім. Сен лотереяларың қаншадан болды? Менде 5-ақ мың теңгеден, ол кісілерде кажется 10 мың теңгеден, да? Жоқ, бір шұлық 5000 теңге. Да? Онда 5000 теңге ғой. Менікі 5000 теңге, сол 5000 теңгеден көптеген сыйлықтар, онда шұлық еш нәрсе жоқ енді. Алматы қаласының тұрғындарына ұтпаған жағдайда иіссу, да, француз, Дубай иіссуларын сыйладым. Сол. Қалай ойлайсың, осы лотерея туралы халық неше түрлі пікір білдіріп жатыр? Өзің осы лотереяны тағы да ойната бермексің ба? Әлде осы болды енді қанағат, енді ал қыздар белдерін ұстап басаңдар да
енді ренжімеңдер, мен сендерге одан кейін енді өткізбеймін деген сияқты. Осы қазір қатты дау-дамай туып кетті. Ломбард 24 дейміз, лотерея дейміз. Қатты өте қазіргі уақытта өзекті мәселелердің бірі мемлекетте осы лотерея болып тұр. Енді осы жаңағы жақында ойнатасың, жалғастырасың ба? Жоқ, жалғастырмаймын. Енді заңға қарсы шығамаймыз ғой, біріншіден. Екіншіден өзім де шаршадым. Енді күнде видео түсіріп оны халыққа, еще халық сенбейді, как будто мен бір пайда көріп жатқандай боласың да. Сол үшін екінші ретте ойнататын ойым жоқ еді. Жалпы бірінші ойын жоғары деңгейде өткеннен кейін халық куә болғаннан кейін, қоймағаннан кейін ойнаттым осы жолы екінші рет. Өздері сұрады, сол үшін ойнаттым. Айтпасам екінші ретте ойнатпас едім. Сонымен енді бұдан кейін мүлдем ойнатпаймын. Аман-есен абыроймен өткізіп алсам болды, енді ойнатпаймын. Себебі заң шықты, енді заңға қарсы шықпаймыз. Екіншіден өзім де шаршадым. Оңай емес екен, қайта-қайта билет алыңыз, өзің де біртүрлі боласың да. Бір күні соған қарап тұрғандай. Мен енді оны бір жағынан жасағанымда халықпен бірге болайын, былайынша видео сала бермейсің ғой. Ал ойын ойнатқанда әйтеуір статистиканы өседі, Инстаграм кішкене не болсын деп та, неше түрлі жағынан да жасағаным ғой. Халықтың адамы болғаннан кейін, бірақ енді жалпы дұрыс емес ой деп ойлаймын мен ол. Жалпы ойнату дұрыс емес деп ойлаймын. Біз ладно енді егер де шынайы өтсе, менікіндей да, ал көбісі мошенниктер болады. Маған да кезінде айтқан, ойнатып беріңіз, ақша төлеймін. Ал арт жағында ол қалай ойнатылады біз білмейміз. Ол машинаны берей ма, бермей ма, басқа қыла ма, ол жағын білмейсің. Тек ойнатасың, гонорар аласың. Мен көлікті кімге ұсындым? Қалай ұсындың? Ешқандай таныс емес. Жоқ. Сол туралы айтып берші. Ешқандай таныс емес. Халықтың ортасында өздеріңіз таңдайсыздар ма деді. Мысалы, мен алсам, может, мен там как-то да өзімдікін таңдап алармын деп енді неше түрлі ой болады ғой адамдарда. Сол үшін айттым. Мүмкін кішкентай балапандар таңдасын ортаңыздар, болмаса өздеріңіз таңдаңыздар деп ақылдастым, бірақ олар айтты, жоқ, өзіңіз таңдаңыз, сізге сенеміз деп. Сонымен өзім таңдадым. Енді ол жақта ешқандай махинация жасай алмайсың, себебі бәрі жұп-жұқа қағаздар, бәрі бірдей. Соны алып өзім біреуін таңдадым, қанша араластырып. Бәрі шын. Және ұтып алған қыз да осы Жаркент жақтың қызы болды, бірақ билет алған 5000 теңгеге көлік армандап жүрген қыз ұтып алды. Сол жерде эмоциясын білдірді, шындығы. Себе, бүгін сондай керемет жақсы әңгімелестік. Мен басында айтқам, мен журналист емеспін. Жоқ, керемет. Мен шынайы кәдімгі сұхбат. Осылай отырып, жаңағы екеуміз отырып шай ішейікші деп. Енді сен өзің әкеңнің бір тал қызысың, енді уақыт көрсетеді. Дәл қазіргі уақытта сенде де бір тал қыз бар, бірақ енді демографияға үлес қосасың деп мен сенемін. Тағы бір 3 бала. Құдай қаласа бір не деп жатыр өзі, 15 балаға 159 мың береді деп жатыр. 15 бала? 15 бала. Сол үшін енді сен әлі жассың. Құдайға шүкір үшін енді бір қалғаны тағы бір 12 бала ма? Ойба. 159 мың ойлаш, отырамыз. Мына құршай ішпейміз онда, мына жерде бір жаңағы пивошна бірден бола ма? 15 бала енді туамаймыз. 159 мың ойлаш. 15 бала енді туамаймыз. Не дегенмен жоқ. Біз енді машинка емес біз. Құдайға Алла берген балапандарыңның ішіндегі кішкентай аман болсын сол. Өнер адамы болып, сен өткен бүгінгі күнге дейін. Жақсы жаманды өттім. Мен осы Жанардан кейін ақ сені жақын тани бастадым. Жанар иманды болсын марқұм. Өнердің жолы ауыр жол дейді. Осы бір тал қызым. Жалпы енді өзім таңдау болады, әлі кішкентай, бірақ кішкентайында жан-жақты үлесім қосып жатырмын, себебі таланты бар, басында мән бермейтінмін, өз жан-жақты болғаннан кейін әнге де, биге де бәріне құмар, өте пысық, сол үшін кішкентайында көрсін деп жатырмын. Ал өскен кезде мүмкін сол әптен ішіндегі несін шығарып, тойып қалғаннан кейін басқа бір жақсы мамандық таңдап алып кетеді деген үміттемін. Жалпы өнерде жүргенін қаламаймын. Сол үшін кішкентайынан қаламаймын. Сол үшін кішкентайынан көріп басын деймін. Арман болып қалмасын. Себебі көп кезінде біздің аналарымыз кішкентайынан көре алмады. Сол үшін тұрмыста жүргенде бір күйзеліске түсіп, іштеген шығармағаннан кейін бізді өнерге тықтай жүрді. Бізден шығармаған нәрсе осы шығарсын деген сияқты сондай болып жатады. Сол үшін қызым бар арманы ішінде бір тұншығып қалмасын.
кішкентайында шығарып әншілікте де көрсін, киноны да көрсін, моделистер салонында көрсін, өскенде әбден тойып болды, ана мен тойдым. Иә, тойдым болды, рахмет, ары қарай мен бір тұрмысқа шығайын, болмаса оқиын, білім алайын, ілім алайын деген бір жақсы ниетте болсын деген оймен қазір әбден соны жан-жақты қинап жатырмын, тығып, өйткені өзінде де бар қасиеті. Сол біздің жобамыз керек кісі деп аталады. Бір адам, бірақ адам ба білмеймін, жаңағы енді оны өзім білесің. Ер адам ба, или бірақ адам. Мен үшін керек кісі ма? Бірақ бір ғана. Әкем керек кісі бірінші. Әкем ол біздің бүкіл әулеттің жалғыз әулетіміз. Мен енді Қыпшақтың қызы екенін біледі бәрі. Мейрамбек ағамның қарындасымын. Қыпшақтардың президенті, жалғыз маған емес, әулетке емес, Қыпшақтарға керек. Және қазақ бүкіл елге, жерге керек деп ойлаймын. Жалпы көптеген адамдарға септігі тиіп жүр. Қанша адамды үйлі жайлы қылып, жұмыс тауып беріп, сондай жанашыр кісі. Керек кісі. Сол үшін әкем жалпы бізге, бүкіл әулетке, бүкіл Қыпшақтарға, бүкіл қазақ еліне керек деп ойлаймын, аман болсын. Не дегенмен жасы келіп жатыр, 60-тан асып уайымдаймыз. Сол кісі аман болсын. Сол. Сізге көп рахмет. Бүгін осы біздің шаңырағымызға келіп, осы сұхбат, мен ойлаймын, әдемі өткен сияқты. Шынайы, сізбен. Көп рахмет, творчестволық табыс. Ешкімге бүйтіп жарып, ағымнан жарылатын айтамайтын сырларымды сізге айттым. Себеп сізге сенем, және сізге сіз басқаша қылып келтірмей, оны керісінше әдемі қылып жеткізетініңізге сенімдімін. Сол үшін сізге рахмет. Аман болыңыз, осындай әпкелеріміз шынайы, әпкелеріміз бар болсын. Қаншама адамға үлгісіз, мен үшін де үлгісіз. Сол үшін әрбір қазақ елінде сіз сияқты қыз болса екен деймін, әйел адам. Себебі көріп жатырмыз ғой, өзіміз таңғалып. Біз таңғалатындай, жүрегімізге бір пышақ соғатындай адамның шынайы тазалық келбетін өзгертетін мынандай құбылмалы адамдар болмаса екен деймін. Мысалы, мен жақсы адаммын да, әрбір жанға көмектескім келіп тұратын, жақсы көретін, ал мынандай сыбыс айтып, арқамыздан пышақ соғатын адамдар біздің мінезімізді сәл де болса өзгертеді. Сол үшін мен ертең кішкене қатайып, бір жүрегім тасталып кетуі мүмкін да, тас жүрек болып. Не дегенмен енді ренжи бересің ғой, қанша пышақ арқаны сұға берсе, сол үшін қайта бетімізге айтып, шынайлықты бір айтып алғаны, бүйтіп арттан айтқанша беткен айтқан дұрыс деп ойлаймын. Мен өзімнің мінез құлпым сондай да, құлқым деймін. Жалпы орыс мектепте оқығаннан кейін сіздің де мінез орысша. Сол үшін сіз сияқты жандар көп болсын. Сіздің қайта шынайлығыңызды ешкім түсінбей жатады ғой. Негізі сондай шынайлық болса, біздің қазақтың қайсар, әдемі, таза қыздары көп болады. Сондай болсын. Осылай аяқтаймыз, достар. Сау саламатта болыңыздар. Біздің жобамызды көріңіздер. Керек кісі де қонақта болған. Керек кісі Сили Махмуди. Және де барлықтарыңызға біздің каналымызға жазылыңыздар, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар демекпіз. Сау саламатта болайық. Болды да.